Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздермен қолда бар заттардан осылай оңай салат дайындайтын боламыз. Осы қолда бар заттарым чипсиді өзім дайындадым. Бисмиллах деп жұмысқа кірісіп қиярды туратып бастаймын. Неге қиярды осылай жіңішке қылып турадым. Ендеше капустаны солай жіңішке қылып турайтын боламыз. Қараңыздар, капустаны барынша осылай жіңішке қылып тураймыз. Шұжықты да осылай майдалап соломка қылып турап аламыз. Достар, егер де менің видеоларым сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Неге пиязды да өте жұқалап турап жатырмын. Ендеше көкөністерімізді тураймын. Табағымызға алдымен капустаны салып, кішкене тұз салып, қолымызда езіп алатын боламыз. Төрт ас қасық майонез салдым. Қажетті заттардың бәрін описаниеде жазып кетемін. Сіздер үйдегі адам санына қарай жасай бересіздер. Бәрін бірге жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, қолда бар заттардан оңай салатымыз да дайын болды. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.